Мінекей менің кешегі дайындаған шұжықтарым осылай жел қағып кеуіп әдемі болып қатып тұр. Мінекей қандай тамаша. Сәлем достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Дәл қазір сіздердің алдарыңызда мынау жатқан жылқының мойын етінен шұжық дайындайтын боламын. Ол үшін осы ет, жылқының іш майы, бұрыш, бұл жерде қара бұрыш, тұз және сарымсақ қажет болады. Ал енді бастайын. Етті турамас бұрын сарымсақ оңай ашылу үшін оны жылы суға салып қоямын. Енді ет турап болғанша алып қоя тұрайын. Ал енді ет турауды бастайын. Етті тым ұсақтамай, осындай біркелкі етіп турап аламын. Так, мінекей қара кесек етін біркелкі етіп турап алдым. Енді майына көшемін. Бұл жерде жылқының іш майы. Бұны да жаңағы ет сияқты ұсақтап тураймын. Майдың арасын жақсылап қарап аламыз. Себебі онда без болуы мүмкін. Мінекей, өте таза, тамаша май, сондықтан турай беремін. Мінекей, көріп тұрғандарыңыздай еті мен майын турап алдым. Енді сарымсағын аршимын. Мінекей, шұжыққа қажетті сарымсақты аршып алдым. Енді престен өткіземін. Дәмін келтіріп, тұзын қосамын. Қара бұрыш. Жарты литр салқын су құйып, жақсылап араластырып аламын. Мінекей, бәрін жақсылап араластырып алдым. Енді 2 сағатқа бетін жауып қалдырамын. Оған дейін шекті жуамын. Шұжық дайындауға арналған шек. Қазір мен осыны 3-4 қайтара жуып аламын. Бұл жерде шек сыртымен жатыр.
Мінекей шектің сыртын жуып алдым. Енді ішін сыртына айналдырамыз. Ол үшін шамалы ішіне су жіберіп алайық. Осылай бірнеше қайтара жақсылап ысқылап жуамын. Енді тұзбен ысқылаймын. Тұзбен де 3-4 қайтара ысқылап, соңынан шайып, тазалап жуып отырамын. Не көріп тұрғандарыңыздай тап-таза аппақ су. Енді осының үстіне мінекей жарты шай қасық сірке суын қосып 10 минутқа қалдырамын. Қараңдар. Сірке суы мынау шекте қалған артық иіс болса, бәрін алып шығады. Мінекей достар, ет тұздалып, шек жуылып, дайын болып тұр. Енді осы екеуінің басын бір жерге қосатын уақыт келді. Ол үшін мен мынандай бір затым бар. Шұжық жасауға өте ыңғайлы. Қазір соны пайдаланып, мына туралған етті осы шектің ішіне саламын. Майы мен етін араластырып отырып саламыз. Шұжықтың екі шеті байлауға ыңғайлы болу үшін таяқшамен бекітіп аламын. Мінекей, тура осылай. Бұл жерде тіс шұқығыш. Енді жіппен байлай беруге болады. Артық майы болса, кесіп алып тастау керек. Мінекей, осылай байлай беремін. Мінекей, бастапқы шұжықтар дайын болып қалды. Қазір әрі қарай жалғастырамын. Достар, осы видеоны басынан соңына дейін көңіл бөліп қарап, зейін қойып тыңдағандарыңыз үшін алғысымды білдіремін. Алдағы уақытта да талай тартымды видеоларды жүктейтін боламын. Шектің бойымен етті жылжытып отырып, туралған еттің бәрін осы шектердің ішіне салып шығамын.
осындай қазақша видеоларды қолдап, менің каналымның өсіп өркендеуіне ат салысып отырыңыздар. Жаңағындай шеттерін түйреп, ауыздарын байлап аламын. Ал енді менің сіздермен қоштасатын уақытында таяп қалды. Осы менің каналымда келесі кездескенше аман, сау болыңыздар. Тағы да естеріңізге салып айта кетейін, егер де осы видео жайында ойларыңыз немесе сұрақтарыңыз туындап жатса, төменде комментарий жазып қалдыра кетіңіздер. Екі шұжықты бірін-біріне байлап қоямын. Бұл ілгенге ыңғайлы. Мінекей, болып қалдым. Бұл ең соңғы шұжық. Шұжықтар біріне бірі байланды. Енді осы қалпында ет қоятын салқын сарайға апарып, іліп қоямын. Достар, мынау менің кешегі дайындаған шұжықтарым. Пока мен видеоны монтаждап эфирге шығарғанша, неке осындай болып тұр. Желге қағылып, кеуіп, әдемі болып қатып тұр. Қараңыздаршы, қандай керемет. Қос-қоста бірін-біріне байлап, осылай бекке ет қораға әкеліп іліп қойдым. Қасында жуылған қарын қарта, бұларды да арасын ашып жайып, осылай іліп қоямын. Оның аржағында бүгінгі шетке айналдырылған қазылар. Бұлар да міне қос-қосталып байланған. Мына жерде шеткі қазы, телшік деп атайды бізде оны. Сіздерде қалай аталатынын білмеймін. Мінекей осылай соғымның етін өңдеп, тазалап, жуып шайып, шетке айналдырып, шұжығын дайындап, іліп қойдым.